Биылғы 1 қаңтардан бастап елімізде жалпыға бірдей декларациялаудың жаңа кезеңі басталды. Енді заңды тұлғалар, кәсіпкерлер және олардың жұбайлары кірістер туралы деректер тапсыру керек. Құжат 2021 жылы қабылданған болатын, алайда көп адам үшін бұл норма күтпеген нәрсе болып отыр. Қызмет көрсету секторы, кәсіпкерлер мобильді аударымдардан бас тартып жатыр. Осы орайда премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Ерлан Жамаубаев бұл мәселені тарқатып, еліміздің қаржы секторындағы өзгерістер туралы түсіндіреді. Армысыздар. Ерлан Кенжебекұлы, осы мен атап өткендей 2021 жылдан бері жалпыға бірдей декларациялау жүйесі кезең-кезеңмен енгізілді. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік мекемелер қызметкерлері, компания басшылары осы декларацияны тапсырады. Енді бұл тізімге биыл жеке кәсіпкерлер қосылды. Жалпы табысты активтерді, мүлікті декларациялауды кімді қамтиды және оның мақсаты не болып отыр? Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бастаған үлкен реформалар жүзеге асырылып жатыр. Әділетті Қазақстан құрып жатырмыз. Осының аясында жаңа экономикалық реформа курсы жүргізіліп жатыр. Оның аясында жалпыға бірдей декларациялау процесі өзіңіз айтқанда 2021 жыл басталды. Оның негізгі мақсаты көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлықты біртіндеп жою. Және де кімде қандай мүлік бар, қандай активтер бар, қандай қаражат бар, соны анықтап, әділетті әлеуметтік саясатты жүргізу және де әділетті салық кодексін қабылдау болып табылады. Енді келесі сұрақ қазақстандықтарды алаңдатып отырған мобильді аударымдар туралы осы мәселе бойынша. Жалпы мобильді аударымдарды тексеру не үшін қажет болды? Бұл мемлекеттік қазынаға қаражаттың аз түсумен байланысты емес пе? Жалпы мобильді төлемдер деген ұғым бар, және де мобильді аударымдар деген ұғым бар. Мобильді төлемдер кезінде кез келген кәсіпкерлік операциялар жүргізілетін болса, онда оған QR код қолданылады, немесе кассалық аппараттар қолданылады, тиісінше чек беріледі. Мобильді аударымдар кезінде ондай QR кодтар қолданылмаса, немесе кассалық аппараттар болмаса, әрине бұндай операциялар заң аясынан тыс қалып қалып отырады, заңсыз болып саналады. Сондықтан да біздің негізгі мақсатымыз осы мобильді аударымдарды заң аясына шығару. Яғни кез келген мобильді аударымдар бойынша, егер де ол кәсіпкерлік операцияларға жататын болса, міндетті түрде біз оларды заң аясына, яғни салық төлеу аясына шығару керекпіз. Жаңа сұрағыңызды айтып өттіңіз, осы мобильді аударымдарды тексеру бюджетке қаражат түсіп жатыр ма, түсіп жатқан жоқ па, соған байланысты ма деп, ол оған байланысты емес. Себебі мобильді аударымдарды тексеру бізде қазірдің өзінде жүріп жатыр. Алдыңғы шепте бұл мемлекеттік қызметкерлер және квазимемлекеттік қызметкерлердің аударымдары бойынша біз бақылау жүргізіп отырмыз. Бірақ бірде-бір мемлекеттік қызметкерге немесе осы жалпылай декларацияға өткен тұлғаларға ешқайсына салықтық тексеру жүргізілген жоқ. Себебі олар заң аясында аударымдарды жүргізіп жатыр. Егер де бұл аударымдар кәсіпкерлік іске қатысы болса, әрине ондай аударымдар бойынша салық төлену керек. Біз сондықтан да оларды осы салық төлеу аясында заңды түрде жұмыс істеуіне жағдай жасап жатырмыз. Енді осы бастамадан соң кәсіпкерлер табысын жасыру үшін жаппай көлеңкелі бизнеске кетіп қалмай ма? Кейбір сарапшылар осы жаңа бастама экономиканың ашықтығына әсер етпейді деп отыр. Бұл жерде айтып өтетін негізгі мәселе, бізде жалпы кәсіпкерлердің басым бөлігі заң аясында адал жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да біз оларды көлеңкелі бизнеске кетеді деп ойламаймыз. Керісінше біздің мақсатымыз көлеңкелі экономикадан адал бизнес жұмыс істеуге шақыру, соларға жағдай жасау. Атап айтатын болсақ, бізде шағын және орта бизнеспен айналысуға толық мүмкіндік бар. Бұл салық режимінің бірнеше түрі бар. Оған салықтық жүктеме 1% пен 4% аралығында, яғни өзіңіз көріп отырсыз, өте төмен деңгейде. Сондықтан да біз керісінше мынау көлеңкеде қалып отырған немесе кәсіпкерлік ісінде мобильді аударымдарды қолданып отырған азаматтарды осы заң аясында жұмыс істеуге шақырып отырмыз. Кез келген режимді қабылдап, сонымен жұмыс істеуге. Бұл үшін біз цифрландыру инструменттерін, құралдарын қолданып отырмыз. Е-салық бизнес деген
мобильдік қосымша бар. Сол жүктемені алып, смартфон арқылы өзінің тиісті салық режимін қабылдап, заң аясында жұмыс істеуге толық мүмкіндік бар. Ал енді статистика бойынша қазір кәсіпкерлердің қанша пайызы көлеңкеде жүр, және соларды енді ашық бизнеске шығару үшін қанша уақыт керек? Жалпы көлеңкелі экономика кез келген мемлекетте орын алып отырған құбылыс. Дамыған мемлекеттердің өзінде де көлеңкелі экономиканың орын алып отыр. Жалпы статистика бойынша Қазақстандағы көлеңкелі экономиканың деңгейі қазіргі кезде 18,8% құрап отыр. Соңғы 3-4 жылдың көлемінде біз бұл көрсеткішті 27%-тен осы 18,8%-ке дейін төмендеттік. Біздің мақсатымыз 2025 жылдың соңына дейін бұл көрсеткішті 14-15% деңгейіне дейін төмендету. Яғни жалпы дамыған мемлекеттердің деңгейіне дейін осы жұмысты жүргізетін боламыз. Ал енді салығын заңды түрде төлеп отырған адал кәсіпкерлерге ынталандыру көзделген бе? Мысалы, бір салық бойынша жеңілдіктер ма? Ондай жеңілдіктер бізде өте көп. Тек қана салықтық кодекстің өзінде бізде салықтық жеңілдіктер мен преференциялардың 300-ден астам түрі бар. Яғни ол адал қызмет етіп отырған бизнесмендер болсын, кәсіпкерлер болсын, оларды өздерінің бизнесін дұрыс аяғынан тік тұрып кету үшін көптеген қаржылық және қаржылық емес көмектер де бар. Қаржылық көмектің өзі біз бюджеттен жылына жүздеген миллиард теңгемен бөліп отырмыз. Яғни біздің негізгі мақсатымыз осы кіші бизнестен орта бизнеске көтеру, орта бизнесте жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерді ірі бизнеске көтеру. Және де бизнеспен айналыспай жүрген азаматтар болса, керісінше оларға барынша мүмкіндік жасап, осы адал бизнеспен, кәсіпкерлікпен шұғылдануға шақыру. Бұл тұрғыда алдында айтып өттім, жеңілдікпен қарастырылған салық түрлерінің бірнеше режимдері бар. Оның жүктемесі 1%-тен 4%-ке дейін. Яғни өзіңіз көріп отырсыз, кез келген азаматқа бизнеспен айналысуға, әсіресе адал бизнеспен айналысуға толық мүмкіндіктер қарастырылған. Осы жылдың басынан кейбір кәсіпкерлер тек қана қолма-қол ақша талап ете бастады. Әрине, бұл азаматтар үшін қолайсыз. Ал қолма-қол ақша бермесең, бағасын 10%-ға көтерген фактілер де болып жатыр. Енді осы тұрғыда бұл қаншалықты заңды, және кәсіпкерлер осы тек қолма-қол ғана ақшамен талап ету құқылы ма? Қазақстан Республикасында төлемдер мен төлем жүйесі туралы арнайы заң бар. Ол жерде төлемдердің түрлері көрсетілген: қолма-қол ақшамен және қолма-қолсыз ақшамен. Қолма-қолсыз ақша кезінде банктік карталар мен немесе QR-кодтар қолданылады. Сондықтан да егерде кәсіпкерлер тек қана қолма-қол ақша талап ететін болса, бұл жерде тұтынушылардың құқығы бұзылады. Сондықтан да бұндай талаптар заңсыз деп есептеледі. Және де жаңа сіз айтып отырсыз, қолма-қол ақшасыз төлемдер жүргізген кезде бағаға қандай да бір үстіне қосып сату фактілері тіркелді деп. Бұл да заңсыз. Себебі тауардың бағасы қолма-қолсыз да, қолма-қолмен ақшамен де бір баға болу керек. Осындай жағдайда қайда шағымданса болады? Бұндай жағдайлар орын алатын болса, бізде арнайы кол орталығы бар, 1414 нөмірімен хабарласуға болады, немесе жергілікті кірістер комитетінің органдарына шағымданса, біз ондай фактілер тексеріп, тиісті шаралар қабылдайтын боламыз. Ал кәсіпкер емес жеке тұлғаларды қалай болады? Ертең олардың мобильді аударымдарын жаппай тексеріп жүрмей ме? Жалпы туыстарға, достарға мобильді аударымдарды жасауға бола ма? Әрине болады. Бізде кәсіпкерлікпен айналыспайтын жеке тұлғалардың мобильдік аударымдарына ешқандай тексеру немесе шектеу жоқ. Өзіңіз айтып отырсыз, туыстардың арасына, таныстардың арасына, достардың арасына немесе бір қандай да бір жағдайда қаражат жинау керек болатын болса, ондай аударымдарға ешқандай шектеу жоқ. Ал ауыр сырқаттанған адамдар туыстарына емделуге халықтан ақша жинап жатады. Сол адамдар жиналған ақшадан салық төлеуге міндетті ме? Ондай жағдайлар орын алып жатады. Науқас сырқаттанған адамдарға қаражат жиналып жатады, немесе бір жарысқа баратын кезде қаражат жиналып жатады, жолға қаражат жиналып жатады.
ондай қаражаттар кәсіпкерлікке жатпайды, сондықтан да біз ондай аударымдарды тексермейміз және одан салық өтелініп алынбайды. Егер де әрине ол критерий бойынша салық органдарының назарына ілінетін болса, әрине біз тиісті ақпаратты сұратамыз. Ол салық органдары көз жеткізгеннен кейін әрине ешқандай бұл фактілер бойынша сұрақтар туындамайды. Дәл осындай жағдай кейбір медиа ресурстар мен блогерлерге қатысты болып жатыр. Яғни олардың арасында донат ретінде халықтан ақша жинап жұмыс істеп отырғандары бар. Олар не істеу керек? Бұл тәуелсіз журналистикаға тұсау салмай ма деген бір күдікті бар. Тәуелсіз журналистика ешқандай тұсау болмайды. Қазірдің өзінде бізде 400-ден аса блогер тіркелген. 2023 жылы 200 миллионнан аса теңге олар салық төледі. Егер де олардың қызметі кәсіпкерлікпен байланысты болса, әрине олар салық төлеуі тиіс. Оған арнайы салық режимдері бар, 1%-тен 4%-ке дейінгі жүктеме. Егер де олардың жұмысы осы тікелей кәсіпкерлікке байланысты болмаса, онда оларға ешқандай сұрақтар туындамайды және де салық төленбейді. Ал такси жүргізушілері не істейді? Мысалы, Яндекс такси сияқты басқа да онлайн платформалар жүргізушілер үшін бір компания ақша төлейтін шығар. Ал және осы сұрақтың курьерлерге де қатысы бар ма? Жалпы осы жүргізушілер, таксистер дейміз, сосын курьерлер үшін бізде арнайы салық режимі бар. Бұл да цифрландырылған есалық бизнес қосымшасында 1%-тік салық төлейтін режим бар. Сол жерде тіркеліп, және де өзімен кассалық аппарат тасып жүрудің керегі жоқ. Сол жерде қалай салық төлеу керектігі бәрі көрсетілген. Яғни қолайлы жағдай жасалған. Дегенмен де Яндекс таксимен қазір біз дұрыс жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде мүмкін таксистердің өздері емес, салықты оператор ретінде Яндекс такси төлейтін жағдай жасау. Яғни платформалық жұмыспен қамту жобасы аясында жаңа салық кодексіне осы өзгерістерді біз енгізетін боламыз. Ал енді осы жағдай ауылды жерлерде бір қиындықтар туғызбай ма? Қиындық туғызбайды, себебі шалғай интернеті жоқ жерлердің өзінде де бізде арнайы дербес кассалық аппараттар бар. Яғни кез келген кәсіпкер шағын дүкені болса, немесе басқа да бір сауда-саттық жүргізетін болса, сондай кассалық аппараттарды қолдануға болады. Оған міндетті түрде интернеттің болуы шарт емес. Ерлан Кенжебекұлы, көпшілікті толғандырып отырған басқа да өзекті тақырыптарға тоқталып кетсек, осы 1 қаңтардан бастап кәсіпкерлерді тексеруге мораторий тоқтатылды. Енді ары қарай не болмақ? Бизнесті жаппай тексеру белең алып кетпей ме деген сұрақ. Жалпылай кәсіпкерлерді тексеру болмайды, себебі мемлекеттік кірістер комитетінде тәуекелдерді басқару жүйесі бар. Бұл жерде заңды көбірек бұзатын, яғни салықты төлемейтін немесе төлемеуге тәуекелі бар осы кәсіпкерлерді ғана тексеретін боламыз. Жалпы барлық кәсіпкерлерді тексермейміз. Біздің негізгі мақсатымыз сервистік модель дейді, яғни кәсіпкерлерге көмек көрсету. Көп жағдайда бұл профилактика, оларға кеңес беру, оларға осы салық заңнамасын бұзбауға қандай да бір ұсыныстар беру. Енді соңғы сұрағым, 2023 жыл бүкіл ел үшін, соның ішінде қаржы министрлігі үшін де өте қарқынды жыл болды. Министрлік жұмысындағы негізгі бір нәтижелерді, жетістіктермен бөліссеңіз. 2023 жыл өздеріңіз білесіздер, өте күрделі жыл болды, сын қатерлерге толы болды. Дегенмен де біз бюджеттің табыс көзін 100% орындап шықтық. Екіншіден, біздің әлеуметтік шығындар немесе басқа да бюджеттің шығыстары жылба-жыл өсіп отыр. Соған қарамастан 2023 жылы шығыстарды мемлекеттік міндеттемелер толығымен өтедік, яғни жаптық. Үшіншіден, мемлекеттік қарыз туралы өте көп айтылып жүр. Бұл мемлекеттік бюджеттің дефицитін, яғни тапшылығын жабу үшін қажет. Сол мемлекеттік қарыз қазір қауіпсіз деңгейде сақталып отыр. Қазірдің өзіне 24
жалпы ішкі өнімге шаққанда 24% болып отыр. Бұл дамыған мемлекеттердің көрсеткішімен салыстырғанда өте төмен деңгейде деп айтуға болады. Төртіншіден, өздеріңіз білесіздер, былтыр азаматтардың банкроттығына қатысты арнайы заң қабылданған болатын. Наурыз айынан бері бізге 80 мыңға жуық өтініш келіп түсті. Оның ішінде 8 мың адам банкрот деп танылды. Яғни оларға салынып отырған кредиттік жүктеме толығыменен алынып тасталды. Бұл шамамен 15 миллиард теңге. Және бесіншіден, арнайы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың тапсырмасымен ұлттық қор балаларға жобасы іске асырыла бастады. Былтыр арнайы заң қабылданды. Биылғы жылдың осы 1 ақпанына дейін 7 миллион біздің 18-ге толмаған балалардың есеп шотына арнайы қаражаттар аударылатын болады. Ерлан Кенжебекұлы, осы біздің сұрақтарымызға жауап беріп, осы өзекті мәселелерді түсіндіргеніңіз үшін рахмет. Істеріңізге сәттілік. Сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыздар.